Ва талас, мәңгі қала, сен түркілердің тал бесігі отанысың. Сен әлем патшасының салтанатына куә болдың. Ол бабаларының жолын жалғастырушылардан еді. Оның даңқы ғасырлар бойы ұрпақтарының жадында сақталып, жүректеріне жігер береді. Ол мәңгі даңқ пен атақтың төріндегі тақ иесі. Атилла, бүкіл әлемді түркілердің аяқ астына тізе бүктірген көкжал бөрі. Атилла, Үрім империясын құлатқан түрік баласы. Атилла, шығыстан батысқа қарай жорық жасап, алдында кездескеннің бәрін бағындырды. Түркілер, олар қасқыр етін жеп өскен жауынгер халық. Олар бір-біріне өте мейірімді адамдар. Олар атқа мінгенде әлем бас иеді. Олар жорыққа шықса дүние қалтырайды. Олар соғысқанда жаулардың басы кетеді. Ат құлағында ойнайтын шебер батырлар. Ақыры көп соғысып, олар Үрім, Парсы, Араптың көбін алды. Атилла, шығыстан батысқа қарай жорық жасап, алдында кездескеннің бәрін бағындырды. Солайша түркілер шығыстан батысқа қарай ұлы көштің басын бастап берді. Осы аралықта түркілер көптеген халықтардың батыс жерлеріне қоныстанып, жаңа қауымдардың пайда болуына септік жасады. Олар өздері көшпенділер болуына қарамай, батыс өркениетінің сәулет құрылыс шеберліктерін өз еліне әкеліп зәулім сарайлар тұрғызды. Олар Еділ өзені мен Рейн өзеніне дейінгі ұлан ғайыр алқапта үлкен империя құрып, сауда-саттық пен руханиятты қатар дамытты. Атилла, Үрім империясын құлатқан түрік баласы. Оны римдықтар ақыр заманның патшасы деп атайтын. Ол және Парсы Араб жерлерін де бағындырып, өз еліне келіп дүние салды. Қалай болғанда да, әрбір ұрпақ өз бабаларын есте сақтауы тиіс. Олар ұлан ғайыр жерлерді ұрпақтарына мирас етті. Жер топырақ, қашанда болса қасиетті дүние. Оны бізге ешкім сыйға берген жоқ. Бәлкім біз өзгелерге медет болдық.